А когда придет, мы только у вас берем все. 15 минут? Все, я вернусь через 15 минут. А творог? Алған заттарым 3 лоток жұмыртқа үшеу ғой. Содан кейін мынандай мак кофе ала салдым, анда-санда ішесің сағынған кезде. Содан кейін мындай роллтон, балалар анда-санда жегілер келіп сұрайды, сол кезде кеспесін пісіріп беремін, кеспесі дәмді ғой. Сосын қазақстанский шоколадтың весовой. Содан кейін Геркулестен біреу алдым, үйде бар болған. Балалар жақсы көретін лавашты алдым. Бір сыр салып пісіріп беремін. Сүйе, кеспе, выпечка, анандай май, торт жасаған анандай сгущенка арзан, ананас. Содан кейін андай жақсы сгущенка жегенге балаларға. Кукуруза, одан кейін горох. И лапша. Өзімізге келеді ғой, сол кезде магазинде ұзақта осыны 700 теңгеден аламыз. Мен 400 теңгеден алдым. Сосын мынандай вафли баян сұлудікі, мынандай трапеза сушкилар күшті, майда-майда дәмді. Содан кейін салфетка кухняға біреу ғана ала салдым, үйде болған тоже. Содан кейін мындай коктейль сад сок 4 алып едім, уже біреуін ішіп қойды, келе салып балалар. Үшеуі. Содан кейін мындай сластена тоже үшеу алған, біреуін ашып алып балалар. Содан кейін мындай охотничий нәрленің колбасалы сосискилары, колбаса сияқты осындай. Төртеу алдым ғой бұдан. Мында бізде тоже мындай сосиски балаларға завтраққа. Содан кейін мындай нәрленің колбасасы өзімізге. Сосын мынандай моцарелласының сырлары. Содан кейін мындай тесто готовый. Тоже самсаға керек болады. Үшеуін алыппын ғой. Мен жақтан не қалды? Спагетти. Мындай томат алдым. Томат негізі үйде бар, бірақ сонда да алыппын ғой. Одан кейін мындай кетчуптан аштысынан біреу, ашты емесінен екеу алдым. Алмасаң бәрібір үй жақтан екі есе қымбатқа аласың ғой. Майонез болған, онда да жаңа жыл келе отыр ғой деп сағат жасаймыз ғой, керек болып қалады деп біреу ала салдым. Сосын крабл палочки. Содан кейін сливки. Торт пісіріп көрейін деп жатырмын өзім үйде. Содан кейін мынандай творожный сыр. Негізі завтраққа да жақсы творожный сыр. Неге нағыз жегенге. Айшаны бақтырды, сабаққа кеткен деді осында. Сосын бізде Айша қоймайын жемейді. Айша? Да, қоймайын. Сонымен Айшаға мынандай магазиннен жақсы май талас кетеді. Осыны алдық 1900 теңге. 19? Содан кейін бізде мұндай не бар? Мына жақта сәттілер. Сейчас покажем. Мне на уку. Содан кейін Тома жүргел отыр ғой. Біреу келіп тұрса балаларға бетінде алдым. Квик, Альбина, манда. Мандадан. Мында бізде тауық крылы, одан кейін мында окорочка, сосын крылышки, солар. Үйде негізі окорочка болған, онда да ала салдым. Содан кейін бір коробка мында рахатовский печенье, ішінде яблоко печенье ғой, 5 килограмм. Балалар жақсы көретін печеньелер ғой.
осындай бір коробка бірақ алдым. Үй жақта магазиннен шетінен алып келесің бе? Кішкентайдан. Шығып келмейді. Әше сен істей алмайсың. Да. Надо. А ты уже? Келмейсің қазір. Жейтін алып қалып, потом қалғаны. Бір коробка печенье. Тәтті емес, осы печенье дұрыс балаларға. И осыны жақсы көреді, басқа тәтті печеньелер жемейді дейтін балалар. Оборот? Сол осы заттар мен алып келгенім. Овощи, фрукты да енді барып аламыз. Содан кейін өзі. А ты сколько тебе взять? Кесе ғой. Балалар. Ойнағанда слайм алдым, бәрібір магазиннен алдық та тез жақта осыны. Содан кейін енді ойыншықтарына батарея шақ келмейді. Батареямен істейді ойыншықтарды. Батареялар ала салдым. Арзанға. Камера. Күшті. Хиляту. Содан кейін мынандай слайм. Лизун дема, слайм дема. Тағдым сейчас. Какой-то любовь. Алып бере бергің келеді, бір жерге жабыстырып тастайтындары жаман да. Содан кейін алып бермей жүрген ғой. Бұны алдым. Содан кейін ондай полотенцелар алдым. Ондай полотенце для ног. Аяққа. Содан кейін мына жақта мынандай лицевой бетке арналған. Мына бәрі бетке арналған полотенцелар. Осыларды алдым. Ескіріп кеткен ғой полотенцелар ауыстырмасам. Осымен содан кейін бір 25 килограммдық оны алдық. Енді барлығын қазір орналастыру керек.